Сәлем, құрметті көрермен, сіздермен бірге жаңға да арнасы. Каналымда пайдалы шайлар бөліміне арнап, зімбір шайының қандай ауруға ем екендігі жайлы бөлісетін боламыз. Күніне бір-ақ рет ішсеңіз, мына 7 ауруды емдей аласыз. Халық емінде қолданылатын кейбір шөптердің емді қасиеті медициналық дәрілерден де күшті келеді. Соның бірі зімбір. Құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай, бұл өсімдік 1000 түрлі дертке дауа болады. Егер зімбір қосылған шай ішсеңіз, денсаулығыңыз жақсарады, түрлі аурудың алдын аласыз, өзіңізді сергек әрі қуатты сезінесіз. Зімбір иммунитетті көтереді, бас ауруын қойдырады, етеккір келген кездегі ауырлықты басады, асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді, жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алады. Бұдан бөлек басқа да ауруларға шипа болатын қасиетке ие. Нақтырақ айтқанда, қант диабеті. Зімбірдің құрамындағы белсенді заттар қандағы инсулиннің деңгейін реттейді. Сондықтан да сізге күніне бір шыны зімбір қосылған шай ішуге кеңес береміз. Ұйқы безінің қабынуы. Ұйқы безі ауыратын науқастарға ең тиімді әрі пайдалы дәрі зімбір шайы екенін ескертеміз. Егер күніне жарты шыны зімбір шайын ішетін болсаңыз, ұйқы безі ауруынан біржолата құтыласыз. Тіпті созылмалы аурулардан айығасыз. Гастрит. Зімбір шайы асқазан сөлінің өздігінен бөлінуіне ықпал етеді. Нәтижесінде асқазан ауруларының алдын аласыз. Егер асқазан жолдарын түрлі дерттен сақтағыңыз келсе, онда бір шай қасық зімбір тамырының үгіндісін 1 стакан қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Шамамен 15 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 стакан сүтпен араластырыңыз. Дайын болған емдік шайды аз-аздан жұтымдап ішіңіз. Іш қату. Зімбір шайының іш жүргізетін керемет қасиеті бар. Бүгінде көпшілік адамдарды іш қату мазалайды. Өздеріңіз білетіндей, іштің қатуына ең алдымен дұрыс тамақтанбау, тұз байлану. Бұл дертке шалдыққандарға қара шай мен кофе ішуге болмайды. Оның орнына зімбір шайын ішіңіз. Сонда буын ауруларын емдейді. Тұз байлануды болдырмайды. Жалпы ағзаның белсенді жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Емді күніне 1 рет 1 шай қасықтан қабылдау керек. Суық тигенде зімбір шайы бойдағы суықты шығаратын қасиетке ие. Сонымен қатар қызуды түсіреді, ауырсынуды басады, терлетіп, қақырықты түсіреді. Егер зімбір шайына бал, даршын, қалампыр, лимон, шырғана қосып ішсеңіз, ангинадан біржолата құтыласыз. Сіздермен бірге болған жаңға да арнасы. Ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіз.